Айым көзін ашқанда өзін беймәлім мекенже тапты. Аспанның түсі көгілдір емес, күлгін еді. Айналада мөлдір қанаттары бар құстар ұшып жүр, ал жердің беті жарық шашқандай жалтырап тұр. Бұл адамзат аяқ баспаған қиял әлемі болатын. Айым орнынан тұрып алға қарай жүрді. Бір сәтте алдына жарықтан жаралғандай бір бейне пайда болды. Ол өзін осы әлемнің сақшысы Нурион деп таныстырды. Сенің жүрегіңе қорқыныш аз, ал арманың көп. Бұл жерге тек батылы барлар ғана өте алады. Бұл қандай жер? Мен неге келдім? Бұл әлем адамның арманы мен қиялы жүзеге асатын мекен. Сен мұнда өз қалауыңды құра аласың. Bir нәрсені ойласаң, ол шындыққа айналады. Айым көзіне сенбей, жай ғана. Маған кішкентай іші жарық үйшік керек. Ішінде кітаптар болсын. Сол сәтте оның жанында әдемі шағын үй пайда болды. Оның терезесінен алтын сәуле түскендей, ал сөрелерінде сансыз кітаптар тізіліп тұрды. Бұл әлемнің күші, сенің қиялың. Бірақ ұмытпа, ең үлкен ғажайып адам жүрегіндегі мейірім мен сенім. Солар болмаса, қиял әлемі де сөнеді. Айым осы сөздерді жүрегіне түйіп, қиял әлемінде өз арманын жасай бастады. Ол болашақта қиял әлемінің жүзеге асуына батылдық, табандылық, асқақ арман мен мейірім керектігін түсінді.